кіріспе. Қазіргі таңда қоғамымызда отбасы мәселесі өзекті тақырыпқа айналды. Шаңырақ көтерген жас отбасылар арасында көп уақыт өтпей ажырасу жағдайы белең алып барады. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, 2018 жылы 137.797 жұп отау құрса, оның 27.797 жұп ажырасып кеткен. 2019 жылдың қаңтар айы мен мамыр айы аралығында 48.189 жұп отау құрса, оның 24.003-і ажырасқан. Ал қалған отбасы қандай жағдайда өмір сүріп жатқаны белгісіз. Ажырасқан отбасылардағы балалар тағдыры бөлек тақырып. Олар ер жетіп, қоғам мүшесіне айналмай ма? Сол кезде қандай тұлға қалыптасады? Оны ойлаудың өзі қорқынышты. Осындай көптеген тас түйін, салмақты мәселелердің шешімі төл дәстүріміз бен дінімізде жатқаны сөзсіз. Өкінішке қарай, осы құндылықтарымыздан ажырап барамыз. Ал бұл ажырау өз кезегінде түйткілді мәселелердің ушыға беруіне жол ашады. Қоғамның жанашыр азаматы ретінде біраз мәселелердің түйіні тарқатылып, септігі тисін деген мақсатта осы кітапты жазуды қолға алдық. Отбасы өз алдына кішкентай қоғам. Сол микро қоғамнан макро қоғам құралады. Отбасылық мәселелерді шешуге үлес қосалсақ, үмітіміздің ақталғаны. Микро қоғамның іргетасы барынша бекем болса, макро қоғамда мығым бола түседі. Қоғамда сан алуан құндылықтар мен қатынастар қатар жүретіні айқын. Аль-Мисақтан бері мұсылманбыз деген қазақ халқы бүгінде сол мұсылмандығымен қауышып, діни сана қайта жаңғыруда. Дегенмен дінді терең түсінбей, тек сыртқы атрибуттармен шектеліп, рухани құндылықтардың өмірімізден тыс қалып жатқаны да тілге тиек ететін мәселе. Діндарлар ішінде сыртқы көріністі ғана сүннет деп танитындары жоқ емес. Сүннет пайғамбарымыздың айтқан сөзі, істеген ісі және мақұл көрген амалы. Демек, сүннет хадистерді жаттап алумен ғана шектелмейді. Осы орайда пайғамбарымыздың өмірінің әрбір сәті үлгі тұтарлық сүннет екенін айта кеткеніміз жөн. Шүбәсіз, Алла елшісінде сендер үшін әрі Аллаға және ақырет күніне бар үмітін артқан, Алланы және ақырет күнін жан тәнімен қалайтын, һәм Алланы көп еске алып, оған көп құлшылық ететіндер үшін қай жағынан алсақ та теңдессіз үлгі-өнеге бар. Ибн Касир бұл аяттың тәпсірінде былай деген: бұл аят Алла елшісіне, оның сөзіне, ісіне, әрбір әрекетіне еліктеуге негіз болады. Жер бетінде бүлік шығармай, керісінше көркейтетін, Алладан және ақыреттен үміті бар пенде үшін Алла елшісі көркем үлгі. Өйткені Алла оны әлемге мейірім шуағы етіп жіберген. Мұсылман халқы пайғамбарға еруге мүдделі. Өйткені қазірде түрлі құндылықтарды үйрететін бағдарлама, шоу, тренинг қаптап кетті. Олардың бірі салт сана, дәстүрімізге үйлессе, енді бірі қайшы келіп жатады. Жалпы, қоғамның дамуға ұмтылуы жақсы үрдіс. Алайда қандай жол дұрыс бағыт береді, ол жағы белгісіз. Халық қаптаған жарнаманың соңынан еруге құлшынып отырады. Сондықтан даму және дамыту бағыты салт дәстүріміз бен дінімізден бастау алса, бізге өзге мәдениет пен құндылықтар әсер етпес еді. Қолыңыздағы кітаптың мақсаты осы. Алла елшісі отбасы институтын
қалай қалыптастырды? Жұбайларымен, бала шағасымен қандай мәміледе болды? Міне, бұл сауалдар кітаптың негізгі тақырыбы. Сонымен қатар, қазақ салт дәстүрінде мұның барлығы назардан тыс қалмағанын зерделейміз. Алла елшісі, мешітте имам, қоғамда басшы, сотта қазы және қоғамды жөнге салушы, мұғалім, тәрбиеші, үйде отағасы, әрі әке, қолбасшы, менеджер, керек десеңіз қарапайым жұмысшы да бола білген. Сол сияқты пайғамбарымыздың бізге ашылмай жатқан тұлғалық қыры көп. Адамзатқа абсолютті түрде өмірдің барлық саласында үлгі болатын жалғыз тұлға пайғамбар. Міне осы таңдаулы тұлғалар Алланың тура жолға салған құлдары. Ендеше, уа Расулым, сен де солардың тура жолына түс. Әл-Ахзаб сүресі 21 аят. Ибн Касир солардың тура жолына түс деген сөзге қатысты былай деген: елікті және оған ер. Егер бұл бұйрық Алла елшісінің өзіне айтылған болса, онда мұсылман үмбеті оның шариғатына және оның бұйрықтарына еруі керек. Адам баласы жастайынан біреуге еліктеп тұлға болып қалыптасады. Әуел баста ата-анаға, кейін әлеуметтену процесінде еліктеп еретін адам қатары көбейеді. Еліктеп еретін кумир көбейген сайын негізгі үлгі тұлғаны жоғалтып алады. Тіпті еліктеуге және еруге лайық болған тұлғалар оның өмірінде елеусіз қалуы да мүмкін. Өйткені қазіргі кезде шығып жатқан кітаптар тренинг, мастер-класс, ученик, тағы басқа форматтағы бағыттар өте көп. Мұсылман жұртшылығы үшін пайғамбарлар үлгі болуға лайықты жандар. Олай болса, біз пайғамбарлардың қандай қырын үлгі тұтып, оларға еруіміз керек. Осы мәселенің басын ашып, анықтап алғанымыз абзал.